Ассалаумағалейкум құрметті достар. Акт тауарға қол қоюдың жалғасын түсіріп жатырмыз. Екінші видеоны. Міне біздер завхозбен кірдік. Завхозбен кірген кезде де бізге келіп түскен екі актты көріп тұрмыз. Әрқайсысын жеке-жеке ашып қараймыз. Біріншіден тауардың келген келмегендігіне толық көз жеткіземіз. Мүмкін директор қателесіп қойып қойған болуы мүмкін. Сол себептен товардың келуіне келмеуіне завхоз немесе зам директор жауапты болғандықтан осы жерде товардың келген келмегенін мақұлдайды, яғни құптайды. Біздер осы зам директор шаруашылық жөніндегі немесе завхозбен кірдік. Кіргеннен кейін жаңа бумаганы астынан қараймыз. Біздер директор нет подписи деп шығып тұр. Утверждаешь от заказчика деген жерде, яғни директор бізге жіберді, келген келмеген растау үшін. Біз өткен бірінші видеода оны көрсеттік. Енді бізге посмотреть накладную кнопкасын басып, бізге тиісті жерді қарайтын боламыз. Және де мұқият мән беріңіздер. Егер сіздер осы келген актке қол қойып қойсаңыздар, ол отзыв жасалмайды. Тек қана поставщиктің келісімімен ғана жасалынады. Сол себептен мұқият мән беріңіздер. Сіздер мына жерде завхозбен қол қойып жібергеннен кейін, директор ол актты бекітіп жіберуі мүмкін. Акт утвержден болады, и содан кейін кеш болып қалады оны отзыв жасау. Тек қана поставщиктің рұқсатымен, келісімімен отзыв жасайсыздар. Біздер завхозбен кіргеннен кейін жасыл кнопка подписать батырмасын басып, кәдімгідей қол қоятын боламыз. Егер сіздерге алдағы уақытта ЕБК өзгеріп, төлей алмайтын болған жағдайда, поставщикке хат жазып, келісіммен отзыв жасайсыздар. ЕБК өзгеріп, доп соглашение жасап, сол бойынша қайтадан акт жібереміз деп сендіріп түсіндіресіздер. Ол өте енді қиындау жағдай. Сенбейтіні бар, сенетіні бар. Осыдан кейін біздер завхозбен бекітіп қол қойғаннан кейін қайтадан шығу батырмасын басып директормен кіреміз. Директормен кіргенде қайтадан осы екі акт келіп тұр. Екі акттың бізде біреуі услуга немесе екеуі бірдей товар болуы мүмкін. Сол үшін жеке-жеке ашамыз. Оның келген күні, уақыты, датасы жазылып тұр. Соған да қарап мән беруіңізге болады. Келмеген товарды қол қойып қоймаңыздар. Сол жағынан мұқият мән беріңіздер. Енді госактың действиясы енді осылай. Ең алдымен бірінші видеода біздер директормен кірдік. Завхозы белгіледік накладойдың ішіне. Содан кейін директормен утверждение жасадық. Яғни утверждение болғанда завхозға қарай тапсырмасын бердік. Содан кейін біздер завхозбен кірдік. Завхозбен қол қойдық. Қол қойғаннан кейін шығу батырмасын басып, қайтадан біз директормен кіріп жатырмыз. Қол қою актісінің действиясы солай болғандықтан барлығын мұқият көрсетіп түсіндіріп жатырмын. Ойлап қалмаңыздар, неге кіріп шығып жатыр деп. Бірінші директормен кірдік. Директормен акттың барлығын көрдік. Утверждаешь от заказчика барлығын таңдадық. Содан кейін посмотреть накладную ішіне завхозы белгіледік. Содан кейін завхозбен кіріп қол қойдық. Завхозбен кіріп қол қойғаннан кейін қайтадан директормен кіріп, сол актты утверждение жасап жатырмыз. Директормен қайтадан кіргеннен кейін мына жерде келіп тұрған сумма бар. Сумманы қайтадан қайталап жазамыз.
Ал егер товар уақытында келмеген болса, кешіктіріп келген болса, мысалға сіз договорға қол қойған күннен кейін 15 күннің ішінде деп жазып қоясыз. Ол мысалға 20 күнде келеді. 5 күн кешіктірді. Егер 5 күн кешіктірген болса, оны басқа жерге толтырамыз. Оны алдағы уақытта көрсететін боламын. Егер комментарий жазсаңыздар, ол видеоны арнайы сіздер үшін түсіріп беремін. Осы жерге келген акттың суммасын жаздық. Қарасаңыздар, мына жерге кілт, яғни настройка дегеннің астында тағы да EBK 203.01549-ның қасында сумма қайталанып түсті. Солай түсу қажет. Астына қарасаңыздар, директор нет подписи деп тұр. Соған біздер қол қойып, қол қойған күннің датасы, уақыты тұруы қажет. Утвердит акт деп тұр. Вы подтверждаете данный электронный накладной деп шығып тұр. Соны утвердит батырмасын басамыз. Осы жерге актты утверждение жасаған кезде директормен кірсеңіз, директордың кілтімен, яғни руководитель болса, руководителдің кілтімен утверждение жасайсыздар. Кілттерін қателесіп кетпеңіздер. Менде жаңа кіргендіктен кілттер қайтадан шығып тұр. Ал сіздер рабочий кабинет, яғни папканың сақталған жерінен директордың кілтін тауып аласыздар. Міне біздер қол қойғаннан кейін 26.06.2023 деп шығып тұр. Күні, уақыты, қол қойған уақыты барлығы. Дәл осылай тұруы қажет. Егер тауар уақытынан кейін келген жағдайда маған жазыңыздар. Мен сіздерге оны да түсіндіріп видео түсіруге тырысамын. Ал егер 15 күннің ішінде уақытынан бұрын келсе, онда ештеңе істемейсіздер. Дәл осылай тауар келген болса, қол қоясыздар. Қарасаңыздар, информация об оплате кірген кезде ИП адал утвержден деп шығып тұр. Дата создания, дата направления, ол поставщиктің жіберген уақыты, күні көрсетілген. Қазіргі 2023 заңдылығы бойынша келген актты 3 күннің ішінде қол қоюымыз қажет. Және тауардың келгендігі туралы мақұлдап, немесе тауар келмеген болса, 3 күннің ішінде отзыв жасауымыз қажет. Қол қоймайсыздар. Утверждать от заказчика дегенді таңдайсыздар да. Астында отзыв деп тұрады, отказаться деген. Соған причина жазасыздар. Причинаға тауар әлі келген жоқ. Актты жібердіңіз, бүгін 3-ші күн. Мен қол қоя алмаймын деген сияқты өзіңіздің произвольно ойдан құрастырылған темаңызды жазасыздар. Поставщиктер тауар келместен бұрын алдын ала жіберіп қояды. Сіздер соған мән беріңіздер. Қарасаңыздар, екі акттың біреуін утверждение жасадық. Директормен, завхозбен барлығымен бекіткеннен кейін бізде бір ғана акт қалды. Сіздерде де солай болады. Қол қойғаннан кейін жаңа сөзін жалғастырып кетсем, кейбір поставщиктер тауар келместен бұрын акт жіберіп қояды. Ал осы госзак мамандары байқаусыздан қателесіп, сол актты қол қойып қояды. Қол қойып қойғаннан кейін сіздерге тауар келмейді. Поставщикке звондап, өтініп, біреулер айтуы мүмкін, я тауар жолда келеді, міне бүгін келеді, сіздің қалаңызға түсті. Бірақ сонда да ол актты тауар келгеннен кейін жіберуі тиіс. Назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.